әуелі Алла сыйынып, екінші кәміл біріме. Батырлар қылған қайратын, қартаймай тұрып әрде, ертедегі ерлерден нұсқа болмай соңғыға өткен емес бәріде. Ойлағанға осындай опасыз жеңіл дүние, теңізден шыққан құрдымдай, жетпеді ешкім түбіне, қазнаға жинап гауһар тас, айдаһардай болып мас, сақтаған алтын ініне. Төрт түлік малға көңіл шат, жарады екен қысылса жұртының қиын күніне. Алты ұлы бар Әзімбай, қызы сұлу назындай, тоқтады барша тіліне. Ғашықтық жолын ойлаңыз, бекер дептен қоймаңыз, қыз назым шықты бұранда, 18 толған жасына. Кәмшат өргі келісіп, бриллиант қойды басына. Қара мен төре қайғырды, болса деп бізбен ашына. Қазақ пен қалмақ қанша жан хабарланды сұлудан, дауысы жұртқа шашыла. Жолбарыстай алтылдың айбатынан сескеніп, келе алмады ешпенде Әзімбайдың қасына. Тауыс мен 204 жолын жақтағанымда. Назымды малсыз алмаққа, шалдарда әттен жеріккен, қартайған адам көп екен, кемпірден көңіл зеріккен. Жарасты деп киеді, елдері қара бөріктен, қатындары үйінде қайғыланып жылайды. Сұлуды алса байымыз, айырылдық деп серіккен. Үміткер болып барша тұр, сабағынан үстап, жесемде піскен өріктен. Алтын тұғыр үстінде Назым отыр қонақтап, ақ сұйқылдай еріткен. Қара менен төре таласып, порымына қарасып, алдынан өтті көріктен. Қыз Назымның майданы, әр топтың болды базары, осынша жұрттың артынан аумады жанған назары. Осы батырлар жыры әдебиеттің қай жанрына? Эпикалық жанрына жатады. Яғни осы Қамбар батыр туралы кішкене айтып өтетін болсам, негізі қандай әдебиетке кіреді? Бұл қазақ әдебиетінің батырлар жыры, яғни эпикалық жанрына жатады. Бұл негізінен Қамбар батыр жырының 19 нұсқасы бар. Ең алғашқы нұсқасын бізде Мейір Киргизская степь Оренбургская края деген 1865 жылы алғашқы журналында осы Қамбар батырдың нұсқасын шығарған болатынбыз.